Сәлем баршаңызға, әдеттегідей мен Тоғжан, сіздермен бірге бүгінге блокноттағы тақырыпты талдайтын боламыз. Бүгінгі тақырып әдет тақырыбы болады. Ал ендеше бастайық. Лайк басуды ұмытпа, достарыңа жібер, қолдап қой. Әдет дегеніміз бұл күнделікті істеп жүрген ісіміз және өмір салтымыз, бұл біздің әдеттерімізден құралады. Күнделікті жасап жүрген әдеттеріміз қазіргі өміріміздің айнасы деп айтуға келеді, иә. Күнделікті өмірімізде осы жасап жүрген әдеттерімізді 1%-ға жақсартпасақ, онда бізде жаман әдеттеріміз өздігінен ақ пайда болады. Ал егер 1%-ға күнделікті өмірімізді, жаңағыдай жұмысымызды, дамуымызды жақсартып жүретін болсақ, онда біздің де әдеттеріміздің арқасында біздің жаңағыдай результаттарымыз жақсы болады. Мысалы, 3 жыл бойы тоқтамай бір әдетті қалыптастырған адам жетістікке тез жетеді ме, әлде арасында ғана дамуды қолға алып жүрген адам жетістікке тез жетеді ме? Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Бастапқы кезде әдетті өмірімізге енгізу қиын болады, кейіннен уже әдеттеріміз бізді басқаратын болады. Осы әдеттерімізге байланысты біздің өмір салтымыз құралатын болады. Өздеріңіз байқасаңыздар, қандай да бір жаман әдетті жақсы әдетке айналдыру оңай емес, бірақ та оған бар күш-жігеріңізді жинап, шешім қабылдап, өзгеремін, жақсы әдетімді қалыптастырамын десеңіз, онда ол жақсы әдетіңіз міндетті түрде күндердің бір күнінде бір нәтижесін беретін болады. Сұрақ, жақсы әдеттерді қалай өмірімізге енгіземіз деген. Жақсы әдеттерді енгізу оңай емес, бірақ та кішігірім қадамдардан бастау арқылы сіз енгізе аласыз өміріңізге. Бірден өзіңіздің мойныңызға көп тапсырма алып қойсаңыз, сіз ешқайсыны жасамайтын боласыз. Сондықтан да кішігірім қадамдардан бастау арқылы сіз кішігірім әдеттерді қалыптастырып, сол арқылы өзгерте аласыз. Жақсы әдетке қарай өзіңіздің ісіңізді, баяғында өміріңізді жақсы жаққа өзгерте аласыз. Егер де сіз өміріңізді 1%-ға жақсартқыңыз келсе, онда бір әдет генераторын іске қосу керексіз. Ол қалай? Например, бір әдет генераторын іске қосу арқылы басқа әдет генераторлары өздігінен іске қосылады дейді. Ол қалай десеңіз, например, сіз таңғы сағат 10-да тұратын болсаңыз, онда сіздің өміріңіз былайша айтқанда 10-да тұру өмір салтына үйренген. Ал егер де таңғы сағат 7-де тұруды қолға алсаңыз, онда 10-ға дейін сіз біршама істі бітіретін боласыз. Таңда ерте тұрмасаңыз, автоматты түрде таңғы сағат 10-да немесе 11-де тұрасыз. Ал 10-да 11-де тұрсаңыз, ұйқыңыз қанбаған сияқты, тағы да жата бергіңіз келген сияқты энергия бөлінеді. Сонымен қатар андай өзіңізді салыстыру болады. Мен ешқайда үлгермей жатырмын, жаңағыдай как будто бы өмірден қалып бара жатқан сияқты ощущение пайда болады сізде. Сонымен қатар өзіңізді салыстыру пайда болады. Жаңағыдай мен не істеп жүрмін, мына уақытта ерте тұрсам болады ғой деген сияқты самокритика да басталуы мүмкін. Сондықтан да жаңағыдай бір әдет генераторын өзгерту арқылы сіз өзіңіздің өміріңізді жүйелеуге де алып келесіз. Ол қалай? Например, таңғы сағат ерте 6-да тұру арқылы сіз таңғы 10-ға дейін біршама істі бітіретін боласыз. Сонымен қатар ары қарай әдет кестесін өміріңізге енгізсеңіз болады. Осы әдет кестесін өміріңізге енгізу арқылы күнделікті жасаған істеріңізге плюс қойып белгілеп отырасыз. Ал бұл плюс қою арқылы сіз өзіңіздің бір ішіңізде трек пайда болады, сенімділігіңіз артады, өзіңізге тағы да плюс қоюға ұмтылатын боласыз. Солай жасасаңыз, жақсы әдеттерді өміріңізге жайлап енгізу сізге өзгерістер алып келетін болады. Зиянды әдеттеріңіз болса және оны плюсқа айналдырғыңыз келсе, зиянды әдеттеріңізді жақсы плюс нәрселерге алмастырып отырыңыз. Сонда сізде былайша айтқанда ол нәрсеге бөлетін уақыт болмайды да, жаңағы жақсы хоббиіңізбен айналысуға, өзіңізге дамуға, бір өзіңізге проектілер қойып қойыңыз, немесе бір жаттығу жасауға, видео түсіруге деген сияқты пайдалы нәрселер қойып қойсаңыз, например, сіз зиянды нәрсе болса, ол нәрсені жасамас бұрын сіз уже ойланып, мен лучше мына нәрсені жасайын. Например, ойын ойнайтын болсаңыз, ойын ойнағанда давайте мен лучше видео түсіріп тастайын деген сияқты сізде бір ой қалыптасатын болады, және сіз соған ұмтылған сайын ішіңізде жаңағыдай трек пайда болатын болады. Бұл әдеттің күші деп аталынады. Әдеттің күші енген кезде уже әдеттер сіздің өміріңізде жұмыс жасай бастайды. Сол арқылы сіздің өміріңіздің айнасы болып табылады. Например, 20 жыл шаршап, өзіңе сенімсіздігің болып, ішіңде тірегің болмай, сонымен қатар жаңағыдай салыстыру болып, самокритика болып өмір сүргенше, 20 күн осы әдет қалыптастыруға арналсаңыз, сіздің өміріңіз әлде қайда өзгеретін болады. Ал оқырман, сізге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.